5 ақпан Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетіне Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Бектұрғанов Әбдіmanап Елікбайұлы келді. Білім ордасына елбасының қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауын талқылау мақсатында арнайы ат басын бұрған. Халық қалаулысы алдымен жастар жылында оқу ордасының белсенді білімгерлерімен кездесті. Жаңадан ашылған жастар орталығында студенттермен диалог құрды. Кейіннен профессорлық оқытушылық құрам, қызметкерлер, ұстаздар қауымымен жиын өткізді. Онда елбасына ресми құжатында көрсетілген педагог мәртебесі туралы заң жобасына қатысты ұсыныс пікірлер айтылды. Өз сөзінде мәжіліс депутаты жолдау бойынша республика көлемінде атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталып, алдағы қабылданатын заң жайлы кеңірек түсіндірді. Үкімет тарапынан педагогтардың білім деңгейін көтеру шаралары ғана емес, олардың әлеуметтік жағы да назардан тыс қалмайтындығын атап өтті. Бүгінгі таңдағы мұғалімдер арасында орын алған өзекті мәселелерге ден қойып, қатысушылардың ұсыныс тілектерін тыңдады. Айтылғандардың барлығы заң жобасын қарастыру кезінде ескерілмек. Осы университетте сол заң жобасы қандай болады екен деген ойларын тыңдап, түбінде ертең мәжіліске келген кезде сол жақсы заң шықса, өздің оқытушыларымызға, мұғалімдерге ертең пайдаланып жатса, ол жақсы болады деп ойлаймын. Осы педагогтардың статусы байланысты заңды мен кеше Кербұлақ ауданында, Қаскелеңде, Талғарда біз талқыладық. Қазақстан мықты болады, егер біздің жастарымыз мықты болса, олар тәрбиелі болса, соған байланысты мынау патриоттық мәселелерге де көп қаралады. Мынау жастар жылында жасыл қала, жасыл ауыл мәселелері көтеріледі. Және де жастарымызды кәсіпкерлікке ынталандыру үшін, инновацияға ынталандыру үшін стартап қорлары құрылады. Самал Ашырбекова, Ділмұрат Қизатұлы, оқу телестудиясы.